Сәлеметсіздер ме? Қазақ әдебиеті арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біздің арнамыздың өсуіне себеп болады. Әрбір әңгімені тыңдағаннан кейін төменде пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің әңгімеміз қазақтың батыр қызы Хиуаз Доспанова туралы. Ұлы Отан соғысы жылдарында неміс әскерлеріне қарсы аспанда ұрысқан жалғыз қазақстандық әйел ұшқыш Хиуаз Доспанова еді. Хиуаз Доспанова 1922 жылы 15 мамырда бұрынғы Гурьев, қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Мектеп жасында отбасы көршілес Орал қаласына көшіп, сол жерде орта білім алды. Әкесі Қайыр Доспанов балықшы болып жұмыс істеген. Кейіннен партия қызметкері атанды. Ол республиканың әртүрлі облыстарында жұмыс істегендіктен отбасы жиі көшіп жүрді. Ақтөбе, Шымкент, Қызылорда, Алматы, Орал қалаларына. Отбасында 4 бала болды. Үлкені Хиуаз, інілері Белмерген, Марат және сіңілісі Алма. Хиуаз ұшқыш болуды армандады. Сондықтан 9 сыныпта аэроклубқа барды. Балықшы ауылынан шыққан қыз отбасы Орал қаласына көшкеннен кейін дереу аэроклубқа жазылды. Ұшу шеберлігін меңгеру үшін ол тұрақты түрде сабақтарға қатысуы керек болды. Бірақ бұл мектептегі жетістіктеріне еш әсер етпеді. Қыз зерек және ақылды болатын, және соғыстан 1 жыл бұрын мектепті алтын медальмен аяқтап, бір мезгілде резервтегі ұшқыш атағын алды. Ата-анасы қыздарының ниетін қолдап аэроклубқа түсуіне көмектесті. Онда ол ПО-2 оқу ұшақтарында ұшуды үйренді. Кейін осы ұшақтарда түнгі арулар немесе ночные ведьмы әйелдер полкі жауынгерлік ұшулар жасады. 1940 жылды жазда Хиуаз Мәскеуге барып құжаттарын тапсырып, бірақ университетке емес, Жуковский атындағы әскери ауа академиясына. Өкінішке орай ол жерге қыздарды қабылдамайтын. Қазақстан тумасы сыпайы, бірақ қатаң түрде теріс жауап алды. Бұл арманына соққы болды. Көкке жол мәңгілікке жабылғандай болып көрінді. Дегенмен Хиуаз Доспанова үйіне оралуды ойламады да, бірінші Мәскеу медициналық институтына өтініш берді. Үздік оқушы аттестатымен оны институтқа емтихансыз қабылдады. 1 жылдан кейін соғыс басталды. Доспанова мединституттың 2 курсында оқып жүргенде майданға баруды шешті. Бірақ студенттерді Мәскеу метрополитенінің салуға жіберді. Күзге қарай Мәскеуді басып алу қаупі төнгенде студенттерді қорғаныс құрылыстарын қазуға жіберді. Хиуаз әйелдер әуе полкын құрастырып жатқанын білгенде Марина Раскованың басшылығымен өтініш беріп әуе полкына қабылданды. Училищеде қыздарды ұшуды жедел үйрететін жерде Хиуаз штурман бөліміне түсті. Жауынгерлік тапсырманы орындаудағы жетістік көп жағдайда штурманға және оның есептеулерінің дәлдігіне байланысты болды. Бағыт жерде жоспарланғанымен аспанда кез келген нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан аймақ картасын жаттап алу керек болды. Әрбір орман, көл, автомагистраль, жол және станцияны білу керек болды. Сонымен қатар жұлдыздар бойынша бағдарлауды үйретті. 1942 жылы мамырда әйелдер авиаполкі полковник Евдокия Бершанскаяның басшылығына өтті. Сол кезде олардың алғашқы жауынгерлік ұшуы өтті. Қыздар тек ұшақтарды басқарып қана қоймай, сонымен қатар механиктер және техниктердің жұмысын атқарды. Жылдам және ұсталмаған экипаждар жаудың нағыз дауылына айналды. Олардың авиаполкын түнгі арулар, ночные ведьмы деп атаған. Түнгі арулардың тактикасы ерекше болды. Олар мақсаттарына жету үшін белгілі бір қашықтыққа дейін ұшып барып, содан кейін ұшақтың дауысын азайту үшін қозғалтқыштарын сөндіріп, баяу түсіп, жауға бомбаларын тастап жүрді. Естілетін жалғыз дыбыс сыпырғышпен сыпырғандай ұқсас болды. Сондықтан полкке осындай атау берілді. Жауынгерлік дебюті.
1942 жылы мамыр айының соңында Хиуаз Доспанова қызмет еткен полк оңтүстік майданға келіп 218 дивизияның 4-ші әуе армиясы құрамына кірді. Ал маусым айында ұшқыш қыздар жауынгерлік дебютін жасап, Миус, солтүстік Донецк және Дон өзендері арқылы жасалған көпірлерге бомбалық соққылар жасады. Хиуаз Доспановаға кукурузник халықтық атауымен белгілі ұшақта соғысу қажет болды. Соғыстан бұрын ол ауыл шаруашылығында егістіктерді тыңайтқыштармен, пестицидтермен өңдеу үшін кеңінен қолданылатын. Оның ең жоғарғы жылдамдығы сағатына 120 км еді. Қыздар өз ұшақтарын қарлығаштар деп еркелетіп алады. Алғашқы жауынгерлік ұшуларын Хиуаз Доспанова Кавказдың алдыңғы жағында Сунжен өзенінің аңғарында таулы жерде өткізді. Терек өзені аймағындағы ұшулар тек қана жауға қарсы әуе қорғанысын ұйымдастыру ғана емес, сонымен қатар ауа райының жылдам әрі болжамсыз өзгеруі себебінен де қиын болды. Таулардағы тұрақты тұмандар да қосымша қиындықтар туғызды. Хиуаз Доспанова экипаждың штурманы ретінде соғысты. Ұшу бөліміндегі орыс құлағына тән емес есімі Хиуаз Катяға айналды. Ұшақта екеуі пилот пен штурман болатын. Жиі жағдайларда штурман пилот жараланған кезде ұшақты өзі бетінше қондыруға мәжбүр болды. Ұшақта ешқандай бронь болмағандықтан кішкентай У-2 ұшағында соғысу қыздарға өте қиын болды. Және ұшқыштар парашют алмайтын. Бұл қосымша 20 килограмның орнына бомба іліп кететін. Тек 1944 жылы оларға парашютпен ұшуға ресми бұйрық берілді. 1943 жылы сәуірде полк Пашковская станциясында тұрған кезде қайғылы оқиға орын алды. Тапсырманы орындағаннан кейін Юлия Пашкова мен Катя Доспанованың ұшағы аэродромның шамдары өшірілгендіктен эскадрилья командирі Полина Макагон мен Лида Свистунованың ұшағымен соқтығысты. Төртеудің ішінен тек Хиуаз аман қалды. Ол ережеге қарсы орындығына бекітілмегендіктен соқтығысу кезінде кабинадан ұшып тірі қалды. Нәтижесінде екі аяғы сынып кетті. 3 айдан кейін Хиуаз Доспанова полкке қайта оралып, қатты ауырсынуды жеңе отырып, көп ұзамай жауынгерлік тапсырмаларды орындауға қайта бастады. Ол неміс әскерлерінің шегінуші бөліктерін Осиновская, Ахтанизовская, Минеральные воды, Керчь станцияларында бомбалады. Хиуаз Доспанованың есебінде 300-ден астам ұшу болды. Ол өз полкмен бірге Германияға дейін жетті. Осы қорқынышты жылдары түнгі бомбалаушылар әйелдер әуе полкі ұлы жеңіске баға жетпес үлес қосты. 3 жыл бойы полк бірде-бір рет қайта құруға кетпеді. 1945 жылдың 15 қазанында полк таратылды, ал көптеген ұшқыштар демобилизацияланды. Соғыстан кейінгі кезең. Соғысты Хиуаз Доспанова екінші топтағы мүгедек болып аяқтады. Бұл ол үшін өте ауыр еді. Соғыс кезінде Хиуаз өзінің сынған, бірақ қайта өсіп кеткен екі аяғымен ұшуға рұқсат алды. Қыз бастапқыда мединститутқа оралғысы келді, бірақ кейінірек басқа жолды таңдады. Қоғамдық белсенділік жолын. Хиуаз Доспановаға партиялық саяси жұмыста жұмыс істеуді ұсынды. Ол партия обкомының инструкторы ретінде бекітілді. Мұнда өзінің күйеуі Шак Амировпен танысты. 1 жылдан кейін ол Алматыдағы жоғары партиялық мектепке жіберілді. Хиуаз туған Батыс Қазақстан облысындағы партия райкомының инструкторынан бастап Қазақстан Республикасының орталық комитетінің хатшысына дейін жолды өтті. 1951 жылы Қазақстан жоғары кеңесінің депутаты болып сайланды және алғашқы сессияда президиумның хатшысы болды. Зейнеткерлікке шыққанға дейін Хиуаз Қайрықызы Алматы қалалық партия комитетінің хатшысы болды. Астананың өмірінде белсенді қатысты. Алайда 50 жылдарының соңында майдан жарақаттары мен контузиялардың салдары өзін сездірді. Хиуаздың денсаулығы біртіндеп нашарлай бастады.
40 жасқа да толмастан ол 1959 жылы зейнетке шығуға мәжбүр болды. Жауынгерлік ерліктері үшін Хиуаз Қызыл Жұлдыз орденімен, Отан соғысы 2-ші дәрежелі орденімен, Отан соғысы 1-ші дәрежелі орденімен, Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды. Сондай-ақ Кавказды қорғағаны үшін, Германияны Ұлы Отан соғысында 1941-1945 жылдары жеңгені үшін, Варшаваны азат еткені үшін медальдарымен марапатталды. 2004 жылы Хиуаз Доспановаға халық қаһарманы атағы берілді. 2008 жылы 86 жасында Хиуаз Доспанова өмірден өтті. Оның құрметіне Атырауда ескерткіш ашылды. Ал Алматыда көше атына оның есімі беріліп, тұрғын үйде естелік тақтасы орнатылды. Қазақтың батыр қызы, Атырау өңірінің тумасы Хиуаз Доспанованың ерлігі туралы біле жүріңіздер. Хиуаз Доспанованың тарихы Ұлы Отан соғысы кезіндегі жалғыз қазақ батыр ұшқыш әйел. Қазақстаннан шыққан қыз штурман. 300-ден астам жауынгерлік ұшулар жасады. Есте болсын ағайын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әңгімеге лайк басып, жазылып жүріңіздер.